Сәлем, мен Аскербек. Ашығу, яғни ораза ұстау ол адамдарға ежелден бері таныс, бірақ азық-түлік индустриясы орнағаны кейін адамдар тамақты үзіліссіз жейтін болды. Олар оған дейін күніне 4-5 рет тамақтауын білмеген. Олар тек бір-екі рет тамақтанса, оларға жеткілікті болған, және біздің негізгі нормамыз сол. Инь-янь секілді табиғатта үнемі баланста болады. Аштық пен тоқтық үнемі бірдей болуы тиіс, бірақ қазіргі адамдар тамақтануға тым көп көңіл бөледі. Олар ұйқыдан оянғанда тамақ, ұйықтарының алдында тамақ, іші пысса тамақ, қарны ашса бірден тамақ. Осының кесірінен сол адамдардағы метаболизм, яғни зат алмасу өте баяу жүреді. Соның кесірінен олар өздерінің бойына артық салмақ жинап алады. 8 сағат ұйқының уақытында біздің асқазанымыз, миымыз демалып үлгермейді. Сондықтан біз ұйқыдан оянғанда біз үнемі әлсіз боламыз. Үнемі шаршап, қайтадан тамаққа тартады. Аш болудың, яғни ораза ұстаудың біздің ағзамызға өте көп пайдасы бар. Біріншіден, біздің асқазанымыз және организміміз тазарады. Күнделікті өмірде біздің асқазанымыз тазарып үлгермейді. Оның уақыты болмайды, себебі ол күні бойы сіздің асқазаныңыздағы тамақты қорытумен әлек болады. Барлық сүтқоректілер белгілі бір уақытта олар диета ұстайды. Тоқтаусыз тамақтанатын сүтқоректілер жоқ. Олар көп тамақтанған сайын олар аз өмір сүреді. Адамдарда да сондай. Екіншіден, біз жейтін тамақпен бірге неше түрлі қышқылдар, токсиндер біздің асқазанымызға жиналып қалады. Ал сол ашығу кезінде олар өздерін қорек қылып, жойып кетеді. Үшіншіден, артық салмақтан құтылу, оны барлығымыз білеміз. Ал төртіншіден, ол үнемі сергек болып, энергияға толы болып жүреміз. 1940 жылғы Нобель сыйлығының иегері белгілі ғалым Алекс Карел өзінің зерттеулерінің қорытындысында оразаның денсаулыққа пайдасын атап көрсеткен. Барлық мүшелер өзінің құрамы және жүрек үшін күресіп, бізге олар энергия береді. Оразаның кезінде оларға жоғарыдан тамақ түспегендіктен олар өзінің асқазанындағы жиналып қалған токсиндерді, өлі жасушаларды және қатерлі ісікке ұшыраған жасушаларды қорек қылады. Сонда олар тазарады. Тазарудан бөлек, олар жаңа дені сау жасушалардың дамуына әсер етеді. Атақты американдық спортсмен жазушы Пол Брек осы ашығу жайлы көптеген еңбектерін жазып кеткен. Оның ойынша адам ешқашан қартаймайды, тек өзінің ерсі қылықтарымен өз-өзіне қастандық жасайды. Адамның барлық жасушалары алмасып отырады, яғни көне жасушаның орнына жаңасы келеді. Бұл мәңгі өмір сүруге потенциал дейді. Бірақ оның бұл ойы жүзеге аспайды, өйткені адамдардың барлығы тамақты тым көп жеумен әлек. Және тамақтың құрамындағы химикаттар, консерванттар, дәмдеуіштер барлығы оған кедергі болады. Пол Брек салауатты өмір салтын ұстанған және басқа адамдарға осы ашығу әдістерін үйреткен. Ол 96 жасында су шаңғысымен жүзіп келе жатып, тасқа соқтығысып апатқа ұшыраған және оның ішкі мүшелері 17 жастағы жігіттің денесіндей таза әрі сау болған. Видеодан көргендеріңізде ораза адамға өте пайдалы. Сондықтан да осы видеоны ораза тұтып жатқан достарымызға, таныстарымызға, тамырларымызға, туыстарымызға таратамыз. Сіздердің болғанмен Аскербек, сау болыңыздар.